Ипотека бойынша маған келетін ең көп сұрақтардан бірі алғашқы жарна туралы. Алғашқы жарна қанша болуы керек, қанша жинаймын, немесе менде алғашқы жарна жоқ, не істеуге болады. Әрине, первоначалкасыз үй алудың да жолдары бар, оны келесі рилстарда түсіндіріп өтемін. Ал енді сіздерге алғашқы жарна жинау туралы қысқа нұсқа түсіндірейін. Бірінші, қанша миллионға үй алғыңыз келеді және қанша уақытта сол үйді аласыз, соны нақтылап аласыз. Мысалы, сіз 20 миллиондық үй алғыңыз келеді 2 жылдың ішінде. Келесі қадам, сізге шарттары дұрыс келетін бағдарламаны таңдайсыз. Ол бағдарламаның алғашқы жарнасы 10% дейілік, яғни 20 миллионның 10%-і 2 миллион болатын болса, сол 2 миллионды 2 жылға, яғни 24 айға бөлеміз, сонда бізде 83 мың шығады. Яғни сіз айына 83 мыңнан құйып отыратын болсаңыз, 2 жылдың ішінде алғашқы жарнаны жинайсыз. Енді осындай ситуацияда болады. Мысалы, 83 мыңды сразу сала алмайтындай. Ол кезде күніне 5 мың теңге немесе аптасына 20 мың теңге сияқты бөліп салып отырсаңыз да болады. Әрине, егер сізде нақты үй алу жоспар болатын болса, онда эмоционалды қаржы жұмсауды тоқтатуыңыз керек. Егер осы бойынша ипотекалық консультация керек болатын болса, осы WhatsApp нөміріне өтіп консультация алсаңыздар болады.